Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі ауызашарға осындай жұмсақ, нәзік сметаник пирогын жасаудың жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті ұнымызға қопсытқышымызды салып, және шекерімізді салып, осы құрғақ ингредиенттерімізді араластырып шығамыз. Және бөлме температурасында еріген осындай сары майымызды салып, коржик жасаймыз. Қажетті өлшемін описание бөліміне қалдырып кеттім. Сияқтан қарасаңыздар болады. Сары майымызды бөлме температурасында ертіп алғандарыңыз абзал. Мінекей бізде жұмсақ коржик шықты. Енді осыған бір дана жұмыртқамызды салып, қамыр қылып илейміз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Мінекей менде жұмсақ қамыр шықты, теста. Осы тестамызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді кезекте салмасын жасайтын боламыз. Салмасына 20 немесе 25% қаймақ қолданамыз. Мендегі 20% қаймақ, мінекей. Қаймақтан бір 500 грамдай. Және шекерімізді саламыз. 4 жұмыртқамызды салып, аса қатты емес, бәрі бір-біріне біріккенше венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Және де сахар мен ванильмен қосып жібереміз. Аса қатты қозғамаймыз. Мінекей сахар мен ванилиніміздің де қосып жіберсеңіздер, иісі деген керемет болып шығады. Біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте тестамызды алып табамызға жаямыз. Менде 30 минут өтті. (24) диаметрлік табамызға пергамент қағазымызды төсеп, жаңағы тестамызды екіге бөліп осылайынан жайып шығамыз. Қолымыздың көмегімен баса отырып жайып шығыңыздар.
Қалған бөліктерін алып, үстіп жан-жағына жайып шығасыздар қолдарыңызбен. Және шанышқының көмегімен тегістеп аласыздар. Жан-жағын тегістеп, немесе стаканның көмегімен, бокалдың көмегімен тегістесеңіздер де болады. Осылай бір келкетіп тегістеп алып, үстіне жаңағы салмамызды құямыз. Осы кезде табамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Мінекей бір тегіс қып жайып аламыз дағы. Салмамызды құйып, қызып тұрған табамызға 180 градуста 35-40 минуттай көлемде пісіріп аламыз. Табаларыңызды алдын ала міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Және 30 минутқа дейін табамызды ашпаймыз. Мінекей, менде 45 минут болды. Көтеріліп, пісіпті, қызарып. Ортасындағысы сметанаға бәрі осылай сарғайған кезде пісіп шыққаны мінекей. Енді осы дайын болған сметанигімізді алдын ала бөлме температурасында ысытып, тоңазытқышқа бір тәулікке қойып қоямыз. Кем дегенде бір тәулік тұрған өте жақсы болады. Сметанаға қату үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Асып болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.